Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар, сіздермен апта жаңалықтары мен Абдирова Дильназ. Интернет желісінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында 28 қаңтар күні мектепшілік ата-аналар жиналысы өткізілді. Онда интернет желісінің зиянды жақтары туралы, ата-аналардың балаларының әлеуметтік желідегі әрекетін қадағалауын ескертіп, жадынамалар таратылды. Бүкіл әлемді көрмек интернеттің жағымсыз, жағымды жақтарын түсіндіру, оның адам психологиясына әсерін, одан сақтану жолдарын түсіндіру мақсатында 1-11 сынып оқушыларына интернет қоғам дерті тақырыбында сынып сағаты өткізілді. КСРО халық әртісі, халық қаһарманы Роза Бағланованың 100 жылдық мерейтойына орай 5-11 сынып оқушылары арасында қашықтықтан өткізілген Ақ маңдайлым атты облыстық әншілер байқауының аудандық кезеңінен мектебіміздің 9-шы Б сынып оқушысы Құлтаев Бақтияр 3-ші орын иеленді. Жетекшісі музыка пәнінің мұғалімі Құлымет Марат. Құттықтаймыз. 31 қаңтар күні өзін-тану пәнінен 10 күндік апталықтың ашылуы өткізілді. 3 ақпан күні өзін-тану пәнінің ұйымдастыруымен сайыстар, флешмоб және ана жүрегі тақырыбында көрініс өткізілді. Флешмоб сайысы бойынша 9-шы Ә сыныбы 3-ші орын, 9-шы А 2-ші орын, 9-шы Б 1-ші орын иеленді. Көрініс бойынша 9-шы А сыныбы 2-ші орын, 9Б 9-шы Г сыныптары жүлделі 1-ші орын иеленді. Құттықтаймыз. 5 ақпан күні жас ұлан ұйымының мүшелерімен тәлімгер Байдрахманова Гүлдана отырыс ұйымдастырды. Отырыста алдағы күндері жасалынатын жұмыс жоспарымен таныстырды. Мектебімізде еріктілер тобына шақыру мақсатында белсенділер арасында жиналыс өткізілді. Келесі аптада көріскенше амандықта болайық, сау болыңыздар.